Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен нежный мишутка тәттісінің рецептісімен бөліспекшімін. Алдымен ыдысымызға сары май, одан кейін ұн, екеуін жақсылап ұрбақтап илеп аламыз. Міне илеп алдық. Жұмыртқаны сарысын мен ағынан ажыратып алып, сарысын салатын боламыз. Үлкен қасықта бір қасық қаймақ. Мен разрыхты салған едім, көрінбей түспей қалыпты. Разрыхтылды қосып, жақсылап илеп, осылай 3 бөлікке бөліп, полиэтилен пакетке салып, морозилкаға қойып қоямыз. Қамырларымыз тоңу керек. Енді жұмыртқаның ақ-уызын басқа ыдысқа осылай жақсылап көпіршітіп аламыз. Шым-шым тұз салып. Ыдысыңыз құрғақ, жұмыртқаңыз бөлме температурасында тұру керек. Сол кезде күшті көпіршітетін болады. Жұмыртқаңыз мұздай болса да көпіршітмей қалады. Міне күшті болып көтеріліп, осылай көпіріп шығады жұмыртқамыз. Ыдысты төңкергенде де түспейтіндей болады. Енді тоңған қамырларымызды дайындап алған листімізге осындай полиэтилен пакетпен дайындап, үстіне үккіштің үлкен жағымен өткізіп шығамыз осылайша. Бір дуалақ қамырды бір неге полный шығарып, міне шығарып алдық барлығын. Енді көпірген жұмыртқаның ақ-уызын осындай кондитер пакетпен арнайы формочкасын салып, ішіне сонымен үстіне крем сияқты жүріп шығамыз. Бұл тәтті ыстық шаймен, кофемен ішуге жақсы кетеді. Қонақ келгенде дастарханға қойсаңызды. Жұмсақ болып шығады, балдарыңызға да ұнайды. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Міне дайын болды. Енді қызып тұрған печкамызда 10 минут пісіріп аламыз. Міне піскен мишуткамызды бірін-біріне жинаймыз енді. Бізде 3 мишутка болып шықты. Үшеуінде осылай қойылтырылған сүттің үстіне азғантай сүріп жағып шығамыз. Қаласаңыздар, көп жақсаңыздар да болады. Міне осылайша құрастырып шығамыз үшеуін. Жұмсақ болады, дәмі де оңайды. Үстіне жаңғақты сеуіп пісірдім. Қаласаңыздар, сепсеңіздер болады. Әдемі көрік беріп тұрады. Мишуткамыз да міне дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығыңызға ұнауы сөзсіз. Каналымнан алыстамаңыз, ас болсын.